Перейра шаршады, қатты шаршады. Бұл егер кикбокс болғанда Перейра күні бойы төбелесер еді. Бірақ бұл ММА. Бұл спортта грэплинг, күрес, тағы да басқа әдістер көп. Алекс бұл қысымға шыдай алмайды. Адесanya енді 5 минут шыдаса, өзінің орта дивизиондағы алтын дәуірін сақтап қала алады. Кикбокста бәріне қол жеткізгеннен кейін ММА-ге ауысқаным дұрыс деп шештім. Егер мен бір нәрсеге қадалсам, мені ешкім тоқтата алмайды. 5-ші раундтың өмірімдегі маңызы зор екенін түсіндім. Бұл жеңіліс енді Адесanyаны біраз уақыт мазалайтын болады. Жеңіліс мені сындыра алмайды. Бұл тек тарихтың бір бөлшегі ғана. Мен әлі аяқтаған жоқпын. Мен мықтылардың мықтысы сол баяғы Израиль Адесанямын. Шақыруға жауап беретін уақытым келді. Бұл менің қолымнан келеді. Көптеген адамдар оны өте қатты өзгерді деп айтты. Бірақ мен оны байқамадым. Қазіргі Израиль мен кикбокста төбелескен Израильдің еш айырмашылығы жоқ. Мен оны 3 рет жеңдім. Екеуінде нокаутпен. Оның бәрінің оған әсер ететіні анық. Менің Израильге айтқым келетіні оның дайындалғаны дұрыс. Өйткені мен дайынмын. Мен қауіпті жігітпін. Ол мені ағыстырды. Бірақ бұл жағдайда төбеттің не істейтінін ол білмейді. Бұл соғыс.